Ақпан батырдың баласы Манда, Тышқан, Құйқа, Мамыр, Шотан. Манда бәйбішесінің баласы болса керек. Сөйтіп, жаңа Ақпан атамыз Тоқалының бір баласына бірдемесе беріп атама, короче, соның үстінен түсіп қалады Манда батыр. Манда қылышы қанда дейді ғой, батыр болған екен. Сонан енді бәйбішесінің баласынан Тоқалдың баласы артық болды ма деп әкесіне қатты сөйлеп қалады да. Сосын әкесі Ақпан үрменің оғына ұшырағыр деп қарғайды екен. Сөйтіп көп ұзамай, енді жаугершілік заман, мынаяқтан жау келіп жатыр, әкесіне келіп айтады, ұлыңызды бізге жіберіңіз, керек, Манда батыр бізге керек тұр деп. Сонымен әкесі тұрып, оған бір сөзім кетіп еді, бір айдан кейін келмесеңдер дейді, бір айдан кейін алып кетіңдер, пока мен бір сөзім кетіп еді оған дейді. Оны Манда батыр естігесін тұрмайды, жоқ мен барам дейді де атына мініп, сөйтіп жауға шауып кетеді. Сөйтіп жауға барып жеңіп, қайтып жатқанда енді жарақат ала ма сондай. Сосын жарты жолда келе жатыр, әкеме сөзім кетіп еді, сол Алла тағаладан сұрайды енді жаңағыдай, әкемді көрмей осы жерде жанымды алшы деп. Сонымен сол жерде қайтыс болады ол кісі, Манда батыр. Қайтыс болғанда ол ана Қорқыт бабаның қасында сол жерде жерленген. Қорқыт атаның қорымы бар ғой, дарияның бойында, Сырдарияның. Сол маңайдағы қорымдардың арасында дейді. Сөйтіп келіп естіреді енді әкесіне, Ақпанға. О, где-то Ақтөбенің ояқ жағында болса керек тұрған жерлері. Сонан әкесі үндемей дәретке дүзге шығып кетеді. Көп отырып біраздан кейін келеді. Енді бәрі аң-таң болады, но дым қайғырмады, дым қылмады деп. Сөйтіп барып дәрет алған жеріне барса, талағы кетіп қалған екен қайғырғаннан. Сөйтіп көпке ұзамай ол кісі енді қайтыс болады ғой, Ақпан. Қайтыс болар алдында нелерге айтады екен, мені ұлымның қасына жерлеңдер, Манданың қасына. Алдарыңды тұман басар, арттарыңды тұман басар, ешқандай жау шаппайды, жерлеп барып қайтқанша ешкім тимейді деп. Сол айтқанындай қайтыс болғаннан кейін Қорқыт атаның басына келіп, сол жерде ұлының қасына жерленген дейді. Кел жатқанда да алдарты тұман болып, ешқандай жау көрмеген, обратно кетіп бара жатқанда да ешқандай жау көрмеген, алдарты тұман болып. Сондай әңгімесін естіген